Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы, күн жылы. Енді біз жұмыртқа жинауға шықтық. Қазір қалайсыңдар тауықтар? 3 күн жинаған жоқпын, бүгін 3-ші күн. Тауық отыр. Достар, мынаны қараңыздар, мұндай жұмыртқа туған. Мынау қандай жұмыртқа? Кішкентай. Да кілең тауық. Осындай байқап жүрмін, осындай бір тауық туады. Бұны мен ұясына қалдырып кете салайын енді. Жұмыртқа ретінде саналмайды, мен инкубацияға жинайым. Қазір санайтын боламыз. Бірінші тұрғыз жіберейік. Астында осынша жұмыртқа, қазір бірге санаймыз. 2 3 Мынаны қараңыздар достар. Мына бір тауық сырты жұмсақ жұмыртқа туыпты. Мені ұстаса жыртылып қалайын. Не істеп кетейін деп тұр. Бұны енді анама апарып беретін боламын. Бір нәрсе пісіруге керек болып қалар. 3 4 5 6 7 12. Міне тағы да осындай кішкентай жұмыртқа. Қазір сіздерге көрсететін боламын айырмашылығын. Міне айырмашылығы осыншама. Міне тағы да. Көрдіңіздер ғой. Бірінші ядан 11 жұмыртқа, мыналарды санамайым. Бракованный, бір сөзбен айтқанда 11 жұмыртқа. Екінші 11 жұмыртқа, мұнда 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 жұмыртқа. Міне үшінші ұямыз. 17, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 23, кетті. 23, 24, 25. 3 күнде жиналған жұмыртқа 25 штук. Жақсы. Мұнда әлі туайын деп тұрған тауықтар бар екен. Мұнда жоқ па екен? Жоқ екен. Осы ұяға тумайды, не екен білмеймін. Қазір. Жақсы. Енді қаздықын көрейік. Қаздықында 3 күн жинаған жоқпын. Ұясы осындай. Осында туады. Осылай көміп кетеді бұқастар. Жақсы. 2. Үстіне қоймай қойып, бұлай қоя берейік. Әйтпесе тауықтікі жарып қалар. Жақсы жұмыртқа. Инкубацияға жинап жатырмын қазіргі сәтте. Бұлай сатуға да сатам. Инкубациялық жұмыртқа
ретінде жеуге де болады, бірақ біз жемейміз. Манағыдай. Бірақ оны немесе жарылып қалған жұмыртқаларды анама беретін боламын. Тағы басқа жоқ па екен? Жоқ екен, көп кете салайық. Жіберіп қалды. Мұнда да ұя жасаған болатын, бірақ мұнда шөпті төсеп едік. Жеп қойған ба, бірнемесе тумай қалды. Қазір мен бірінші қазын жұмыртқасын салайын, сосын қайттан жалғастырамын. Достар, міне қазын жұмыртқасын астына салдым да, тауықтықын жоғарына істеп қойдым. Ауыр екен. Үш жұмыртқа, екі жұмыртқа туыпты. Осы далаға да тот, осы ұясына. Жарылып кетпеу үшін бұлай тауықтың жұмыртқасын да қоя тұрайын. Әбден мүмкін жарылып кетуі. Достар, міне 3 күн жинамаса не болады деген. Ой, мына жаққа бармай қойайық, бұлай аттап өте салайық. Қазір енді бұны жарып алмау керек. Осы достар. Қалайсың? Молодцы. Шыққын жатсың ба? Тамақ бар ма деп жатыр? Достар, қазір тамақтарын берем. Қазір сыртынан қой. Бұл жұмыртқаларды қайда қойсақ болады? Сіз бұлар жармау үшін өздер жатын тауықтарым мен осы мына жерге сала тұрайық. Мен опытым осындай. Кальций беру керек, бұндай. Қазір жарыққа көрсетейін. Бұндай. Не қараңыздар. Сырты жұмсақ болғандықтан тауық жұмыртқа туайын деп жатқан кезде жұмыртқа жабылып қалған болатын. Бұны дұрыстауымыз керек. Кальций негізі бар. Кальций деген ракушняк, қайыршақ. Бұра ерте әкелетін болам. Жемдері бітіпті, қазір жемдері салып тастайық. Мен бұларға мұндай жұмыртқа туу үшін не берем? Менде 12 тауық, оның 10-ы туады. 10-ы туады, 10-ы. Екеуі тумайды. Қазір. Бұларға көп беруге де болмайды. Енді келесі видеода күтіңіздер. Тағы да 3 күн жинамайым. Ұядан алмай. Келесі көрсеткішті көретін боламыз. Осы жолы 25 жұмыртқа 3 күнде. Енді келесіде неше жұмыртқа болады. Сіздермен алдамаймын. Осылай жемдерін салса жеткілікті. Суы бар. Жақсы. Қаздарма жасайын. Олар да құс қой, адам иесі ғой. Оларға да қазір жасап берем.
Ей, не істеп жатыр екен? Мен бұларға кебек беретін боламын. Жарайды достар, видео 10 минуттан артық кетіп қалыпты. Сау болыңыздар, құстарыңыз аман болсын.